Аңыз, патшаның даналығы. Бір дана патша өмір сүріпті. Оған оның ұлы бір күні: «Әке, сені елдің бәрі дана, көрегені көп, ақылды деп сыйлайды. Сен сол даналықты қайдан оқып білдің? Қандай кітаптар оқыдың? Сені қандай мұғалімдер оқытты?» деп сұрақ қояды. Сонда әкесі: «Ұлым, мен ел оқыған, сен де оқып жүрген кітаптарды оқыдым. Менің де ұстаздарым сен білім алып жатқан, білім беріп жатқан ұстаздар болды. Бірақ ел айтып жүрген парасаттылық пен ақылдылық тек олардан ғана емес, өмірден, табиғаттан көрген көптігімнен алдым» депті. Құмырсқаларды байқап жүріп, олардың еңбекқорлығына, шыдамдылығына, қайтсе де алдыға қойған мақсатқа жетудегі талпыныстарына қызықтым. Бүркітке қарап, байқағыштыққа, тез шешім қабылдай алушылыққа үйрендім. Барыстан ептілік пен шыдамдылықты үйрендім. Бөдене құсқа қарап, сүйіспеншілікке, қоршаған адамдарына жанашырлық көрсетуге, нағыз даналық пен ақылдылық әр кезде біздің қасымызда жүреді. Тек адамның көзі, құлағы, жүрегі оны естіп, оларды көре білу керек» деп сөзін аяқтаған екен. Аңыз. Бірде қызы әкесіне келіп: «Мен өмір сүргім келмейді, шаршадым. Қайда барсам да жолым болмайды. Күшім жоқ, әке. Не істеймін енді?» дейді. Әкесі сонда газдың үстіне 3 бірдей ыдысқа су құйып, біреуіне сәбіз, екіншісіне жұмыртқа, үшіншіге кофе себеді. Біраз уақыт өткен соң ол сәбіз бен жұмыртқаны алып үстелге қояды. Кофені стақанға құяды. «Ал енді қарашы, қызым» дейді. «Не байқап тұрсың?» Қызы: «Сәбіз бен жұмыртқа пісті, ал кофе еріп кетті» дейді. «Қызым, ол тек сырт көзбен қарағанда ғана жағдай. Қарашы, қатты сәбіз ыстық суға қайнап, жұмсақ және былқылдап қалды» дейді. «Ал сырты нәзік, тез сынғыш, іші сұйық жұмыртқа қап-қатты болды. Сырт келбеттері өзгерген жоқ. Ыстық судың әсерінен өздерінің ішкі құрылымын өзгертті. Сол сияқты адамдар да сырттай мықты болып көрінгенмен, бір келеңсіз жағдайларда өте болбыр, нәзік болып қалады. Ал сырты көзге әлсіз, нәзік болып көрінген адамдар керісінше мықты, берік болып кетеді. Ал сонда кофе ше?» деді қызы. «Қарашы, кофе ол деген өте қызық жағдай. Өте жағымсыз жағдайға түскен кофе керісінше сол жағымсыз жағдайды жақсы жағына өзгертіп, қайнаған суды тәп-тәтті, иісі бұрқыраған сусынға айналдырды» деп күледі. Осындай өте ерекше жаралған адамдар бар өмірде. Олар қақтығыс кезінде соған беріліп кетпей, керісінше сол жағдайды екі жаққа да ұтымды, жайлы жағдайға айналдырып, өз өмірін әрі қарай сүре береді. «Мен сенің мына қылықтарыңды құптамаймын, қызым. Сәбіз сияқты болмай, ең алдымен өзіңнің адам екеніңді ұмытпа. Әр адам өз өмірінің құрылысшысы. Кофе сияқты бол, одан да мықты бол» деп ақыл айтқан екен қызына. Аңыз. Өзіңді танудың қиын жолы. Үлкен күміс түсті балық өзенде жүзіп жүріп, домалақ аңқиған көзімен ойнап жүрген бала-шағаға қарап аң-таң болады. «Осылар суға несіне қызығады екен, деп ойлайды. Олардың жерлерінде құм, шөп, тас, жер, тағы да мен білмейтін талай дүниелер бар. Оларға не жетпейді, су оларға не үшін қажет?» деп ойлайды. «Мұнда ешқандай қызық жоқ қой. Жан-жағымыз толған су, аққұм, балдар, шөптер, ұсақ ойнақтаған балықтар. Бұл судан ішің пысады ғой» деп күрсінеді. Бала-шаға суға сүңгіп, асыр салып ойнап жатты. Балық ойлайды:
Мүмкін бұлар бір ортаны басқа ортаға ауыстырғаны рахат алатын шығар. Ендеше мен де сөйтіп көрейінші деп, шортып секіріп, аспанға көтеріліп, қайта суға шолп етеді. Иә, өте тамаша екен. Ауа жұттым. Дегенше болған жоқ. Көңіл күйі қайта түсті. Мен дұрыс ойламаппын. Ауа ол өте тамаша екен. Бірақ та жер мен от қандай екен? Мен оларды білсем де, мен оларды білгім келеді деп құмға секіріп шығады. Осындай оймен құмға секіріп шыққанда, ол тұншыға бастайды. Сол кезде оған жаны ашыған бала оны қайта суға итеріп жіберді. Балық өз-өзіне әрең дегенде келіп тырғалады. Есін жинаған соң, «Я...» деп ойлайды. Мен де осыны күтіп едім. Адамдарға жүзуді үйрену сияқты, маған да әлі өте ұзақ жүруге үйрену қажет екен. Деп жағаға қарай қайта жол тартты. Балықтың іс-әрекетін қалай қарастыруға болады? Қазіргі заман адамы туралы біраз әңгіме айтып берейін сіздерге. Өзіне өте сенімді бір жас азамат мына заманға көңілі толмай, оны өзгерткісі келеді. Ол үшін мектептегі оқуын алтын белгіге аяқтап, халықаралық қатынастар факультетіне түсіп, оны қызыл дипломға бітіреді. Ол дипломат атағын алып, әлемді өзгертуге бар күш-жігерін, білімін салып, жан-тәнімен еңбек етеді. 15 жыл өте келе әлем өзгермегенін байқайды. Қой, өз қалам әлемнен кішігірім, сол қаламды барып өзгертейін деген оймен қалаға келеді. Қаласына келіп, ғимараттар салып, адамдардың қаржы жағдайларын жақсартам деп жүріп, 10 шақты жыл жұмсайды. Байқап қараса, қалада адамдар да өзгермеген. Содан ол өз отбасына, яғни өзінің отбасын өзгертіп көрейін деп 5 жыл әрекет етеді. Бірақ ешқайсысы өзгермегенін байқайды. Енді ол атқарған іс-әрекеттерінен талдау жасап, қой, одан да өзімді өзгертейін. Солай өзімді өзгертіп көрейін деген ойға келеді. Біраз уақыт өткеннен кейін ол айналаның бәрі, тіпті әлемнің өзгергенін байқайды. Бұл аңыздан түйін, әлемді өзгерткің келсе, алдымен өзіңді өзгерт. Сіздерге қай аңыз ұнады? Менен қандай қателіктер көріп тұрсыздар? Соны комментарийге жазып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Қай аңыз ұнады? Бірінші, екінші, үшінші. Және де бұл аңыздардан сіз не түсіндіңіз, не түйдіңіз? Сіздерге пайдалы болды ма?